Пайтақтымызда жалғасқан Қарақалпақстан медицина институтын 2000 жылы біткерген біткерушілер тарапынан 3 айлат ұшасы өткерілді. Нөбеттегі репортажымыз міне сорынан тәрланған. 25 жылдан кейінгі көрісу, өз бағдары бойынша бірінші, дәслепкі білімдерді берген ұстаздар халынан хабар алу, бұл жерге келген әрбір инсанның кеулін толқыландырып атырғаны сөзсіз. Бұны олардың көздерінен де айқын көру мүмкін. Үш әулет ұшырасуында сөзге шыққандар, студентлік дәуірлердегі қызықлы мәуретлер, оқу, имтихан тапсыру процестері хақында айтып өтті. Дүниеден өткен ұстаз нұранилар еске алынды. Айрықша тілге алуымыз керек Қарақалпақстан медицина институты осы күнге шейін медицина тарауының көптеген педагогтарын жетістіріп шығарған. Айны осы оқу даргайын 2000 жылы біткерген бұл инсандардың да әрбірі өз кәсібінің маманы, ақ халат иелері есептелінеді. Ақ халатты абзал жан ұстаздарымыздан алған білімдерімізді елге, халыққа қызмет үшін жұмсайық деп бірінші осы жерден қарғаштары болып ұшып кеттік. Қазір бәріңіздің жүрегіңізде терең толқу бар, қуаныш бар. Бұл біздің осы алған білімлеріміздің жемісі деп білемін. Бұнан ширек ғасыр 25 жыл алдын әмеміз осы Қарақалпақстанда Ташпемек Нөкіс филиалын 2000 жылы бітіріп, міне 25 жылдан кейін ұшырасып отырмыз. 25 жыл алдын осы жерден кетіп, өздеріміздің тарихи игілігіміз бойынша білім алып, сахамыз бойынша жұмыстар істеп жатырмыз. Қазір көріп бір-бірімізді соншалықты дәрежеде қуанып жатырмыз. 25 жылдың ішінде әрбір бірге оқығандарымыздың көпшілігі сырт елдерде істеп жатыр. Қазақстанда, Россияда, Ташкентте. Солардың әмеміз жиналып бүгін келіп, сондай қуаныштамыз. Бір айрықша күн болып жатырды. Ұстазларымызды көріп жатырмыз. Балалық сол уақыттағы студентлік уақытымызға қайтқандай болып, сондай бір үлкен тасыратта болып жатырмыз. Соның үшін біздер ұстазларымызға үлкен тәжім етеміз, рахметлер айтамыз. Студентлік уақытлардағы қызықлы уақиялар еске алынар екен, сол пайтта алынған білім, тәлім-тәрбие әзіргі күнге текар болғаны тілге алынды. Сонымен бірге олар институтта жаратылған шариатларменен жақыннан танысып, өз ұстаздарына және бір мәрте minnatdorchiklarini bildirdi. O'zim Toshkent shahrida travmatologiya ortopediya yo'nalishida xizmat qilaman. Bizning kursdoshlarimizni bugun tabriklab qolaman 25 yillik yubiley bilan va eng asosiysi bizning kursdoshlarimizning kuchi barcha 100 dan ortiq kursdoshlarimizning hammasi 25 yil ichida juda ham xalqqa ko'rsatgan xizmati juda ham katta. Buni tarozilar bilan, boshqa o'lchamlar bilan o'lchab bo'lmaydi. Ko'psi o'zining o'rnini topib, barlig'i derlik o'zining o'rnini topib, miniki ardaqli vrach ataqlarına ega bo'lib, har bir yerda belgili o'rinlarında xalqqa yaxshi xizmat etib o'tiribdi. Bularga biz quvonamiz, sirtdan aytganda quvonishimiz cheksiz, maqtanamiz.